Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Трибуналарына жиналған, қолдау көрсетіп жатыр. Аят футболшыларында және алғашқы ұмтылысы, ортаға жақсы пас және бірден гол соқты. Аят бүгінгі кездесудегі алғашқы голды соғып отыр. Леандриньо бұл голдың авторы. Есеп осылайша 0-1. Руднылық команданың пайдасына аяқталды. Бұл шабуыл Аят сапындағы кезекті голын соқты. Леандриньоның бұл 4-ші добы. Қысқа трансфер. Тұлпар 9-ші орынға көтеріледі, бірақ бұдан ешқандай нәтиже жоқ. Ал қазіргі қақпаға тағы бір дәл соққы. Аят есепті 2-0 қылды. ЖЖ. Бірнеше минут бұрын жарақат алып дәрігерлердің көмегіне жүгінген бразилиялық футзалшы Қайратұлының қақпасына тағы бір соққы бағыттады. Аят бүгінгі кездесуді сенімді бастады. Бір емес 2 гол тоқтып тастады. Руднылық команда сенімді. Маринковичтің аяғына дәл келді. Лазар есепті 3-0 қылды. Аятты бүгін Каспийді аяп жатқан жоқ. Жаңа ғана ЖЖ-нің голын тойлап жатқан еді, тағы да бір голы тоғытылды. Ақжол Қайратұлының қақпасына бұл жолы Лазар Маринкович гол соғып отыр. Паста жалпы комбинацияның бәрі басынан соңына дейін өте керемет болды. ЖЖ-нің пасы да 3 есебі қиындау әрине. Лукин алға пас. Бұл жерде қолға тиген секілді Дуглас Риси гол соқты. Есеп айырмасы қысқарды. Риси жарақатпен ойнап жатқан секілді. Дуглас сәл ақсаңдап бара жатыр. Қалай дегенде де жанкүйерлердің қуанышына бөленіп отыр. Енді 2 рет жеңіліп қалды. Қайратқа қарсы матчта бір жеңіс және бір жеңіліс тіркелді. Қақпаға тағы бір соққы. 2-3. Каспий есеп айырмасын қысқартты. Сәбит Ұзақбаев бұл голдың авторы. 0-3 команда 2-3-ке айналдыра алды. Серпілген допқа бірінші жеткен Ұзақбаев бұл голдың авторы атанып отыр. Шашу 11 гол. Рауан Сейсенғалиев. Алға пас, Маринкович. Арман Қаражанов одан допты тартып алды. Арман қақпа маңында жақсы пас, гол! Дінмұхамед Ағаниязов таразы басын теңестірді. Каспий 0-3-тен есепті 3-3 қылып тастады. Ағаниязов тамаша ашылған. Оған Арман Қаражанов та дәл пас берді. Рауан Сейсенғалиевтің қақпасына осылайша 3-ші гол соғылып отыр. Қарақұлов, жақсы шабуыл. Қарақұлов қапталға соққы! Гол! Дінмұхамед Ағаниязов есепті 4-3 қылды. Дубль. Тағы бір гол. Таразы басын теңестірген Ағаниязов. Каспийді алға шығарған Ағаниязов. Турнир кестесіндегі жағдай бәрі маңызды емес. Каспийдің жанкүйерлеріне бүгінгі матчта жеңіс керек. Ақжол Қайратұлы бірінші таймда гол өткізіп алған еді. Одан кейін Рауан Сейсенғалиев міне 4-ші голын. Ақжол Қайратұлына қазір барын салу қажет. Эвертон келіп нұсқау беріп кетті.
ЖЖ сол аяқпен соққы жасауға дайындалып жатыр. Сонымен ЖЖ соққы! Жол Қайратұлы сейв жасаған еді, бірақ серпілген доп ЖЖ-нің аяғына қайта келді. Осылайша Аят таразы басын теңестірді. 4-4 есеп. Сейв жасауын жасаған еді. ЖЖ-нің соққысы да өте нашар шықты. Тура ортаға. Қаражанов. Эвертон. Алда өтті Исмайловты. Эвертон жақсы пас! 5-4! Ағаниязов хет-трик! 3 гол соқты. Дінмұхаммед Ағаниязов бүгінгі матчтың үздік ойыншыларының бірі. Ағаниязов есепті қазір 5-4 қопты. Эвертон бұл шабуылды керемет бастады. Бірнеше ойыншыдан өтіп барып, қақпа алдында ашық тұрған Ағаниязовқа дәл пас берді. Нұрмұхаммед Исмайлов Эвертонды бұл жерде тоқтата алған жоқ. Валиулин дәл пас бере алмады және Эвертон алға. Қандай тамаша соққы! 6-4! Бұл голдың авторы Эвертон. Каспий осымен жеңіске жетті деп айта беруге болатын шығар. Әрине бұл қуаныш. Маусымды керемет аяқтады және соққы жасау да бұл жерде дәл соққы бағыттау да оңай дүние емес. Доп әуеде болған. Арман Қаражановтан пас алды да Эвертон. ЖЖ және Ақжол Қайратұлы арасындағы тағы бір теке тірес. ЖЖ гол! Есеп 6-5. Аят ойынның соңына қарай есеп айырмасын қысқартты, бірақ бәрібір де бүгінгі ойында ақтаулық команда өз пайдасын аяқтайтын шығар. Бұл жерде енді пенальти қою қаншалықты әділ шешім, мұны енді төрешінің өзіне қалдыра жатайық. Ал ЖЖ болса өте жойқын соққы бағыттады. Ақжол Қайратұлы